Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қуыршақ театры. Мақсатымыз оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазу, жай сөйлем түрлерін меңгеру. Біз сіздермен қазір қуыршақ театры деген мәтінмен танысамыз, және осы мәтінді мұқият бірге оқиық. Тыңдаңыздар. Қуыршақ театры қуыршақтар арқылы ойын көрсететін театрдың бір түрі. Қуыршақты актер қимылға келтіртіп, оның сөзін көбінесе өзі, кейде көркемсіз оқушысы айтып тұрады. Қуыршақ түріне, оны қимылға келтіру тәсіліне, сахнасына қарай қуыршақ театры бірнеше топқа жіктеледі. Киілмелі, қолға киіп ойнайтын, сылдырмақты, жіп немесе сым арқылы қозғалатын, суретке түсірілген қуыршақтар мен қағаздағы қуыршақ кескін экранға түсіретін болып бөлінеді. Қазақ жеріндегі қуыршақ театры ұлттық ойындардан бастау алған. Ертеден келе жатқан ортеке ойыны осының айқын дәлелі. Ағаштан жонылып жасалған киік немесе ат мүсіншесін сылдырмақтап, жіп тағып домбыра таққанда, жіптің бір ұшын ішекті шертер саусаққа іліп билететін болған. Тартылған күй ырғағына қарай ортеке ойынын көрсеткен. Қазақтың қуыршақ театры 1935 жылы Алматы қаласында ұйымдастырылды. 1938 жылы театрға республикалық қуыршақ театры дәрежесі берілді. Елімізде қуыршақ театрлары Ақтөбе мен Жезқазғанда, Ақтауда, Шымкентте және Қостанай мен Петропавлда бар. Біз мәтінмен таныстық. Енді осы мәтіннің әрбір бөлігінен негізгі ақпараттарды жинақтап, жинақы мәтін құрастырамыз. Біздің жинақы мәтініміз осылай шықты. Бірге көрейік. Қуыршақ театры қуыршақтар арқылы ойын көрсететін театрдың бір түрі. Қуыршақ театры бірнеше топқа жіктеледі. Киілмелі, сылдырмақты, суретке түсірілген. Қазақ жеріндегі қуыршақ театры ұлттық ойындардан бастау алған. Қазақтың қуыршақ театры 1935 жылы Алматы қаласында ұйымдастырылды. Осы жинақы мәтінді дәптерлеріңізге көшіріп жазып алыңыздар. Енді жай сөйлем түрлеріне кезек берейік. Оның ішінде біз бүгін атаулы сөйлемді өтеміз. Бастауыш, баяндауыштық қатынастан тұрмайтын, бірақ зат есімді не есімді тіркестерді атау арқылы білдіретін айрықша интонациямен айтылатын бір құрамды сөйлем. Атаулы сөйлем өзінен кейін айтылатын сөйлеммен байланысты болады. Істі, оқиғаны баяндамайды, тек осы шақта зат құбылысты, заттың бейнелі қалпын, мезгілді, мекенді атап білдіреді. Есте сақта. Атаулы сөйлем мезгілді, мекенді және заттың құбылыстың атын білдіреді. Атаулы сөйлемде таулы мүшеден бастауыш қана болады. Атаулы сөйлем жазушы тіліне ықшамдық, көркемдік нәр береді. Сондықтан жазушылар табиғатты, адам келбетін немесе басқа бір затты суреттеу үшін атаулы сөйлемді жиі қолданады. Бұл атаулы сөйлемнің өзіндік белгілері. Мысалы, айдала, көлдің биік қабағы, күн батып барады. Осы жерде асты сызылған сөйлем атаулы сөйлем болып табылады. Шіркіннің күлкісі. Бұл да дәл сол сияқты, яғни тек қана қимыл іс-әрекетті баяндап, яғни атап қана көрсетіп тұр. 2. Нашар оқитындарға таңылар белгісі осы. Шыжыған ыстық, күйіп тұр. Сол, еркіннің дәл өзі. Іскірік, аяз, тұлданған күн, ауыл, үй саны 20 шақты. Оқымай кеткір. Көз ашық қой, жөн сілтейді ғой десем, жаудың табанына салып бермек. Міне осы сөйлемдердегі, яғни мысалдардағы көріп тұрғандарыңыздай, асты сызылған барлық сөйлемдер атаулы сөйлем болып табылады. Сөйлемдерді атаулы сөйлемдерге айналдыр. Яғни бізге жай сөйлемдер берілген, мезгіл жаз еді. Енді осы сөйлемді біз атаулы сөйлемге айналдырып көрейік. Жаз мезгілі. Ай жарқырап тұрған. Жарқыраған ай. Күн ыстық еді. Ыстық күн. Дала қатты аяз еді. Аяз дала. Міне, оқушылар, біз сіздермен атаулы сөйлемдерді өттік, яғни түрлерін ажырата білдік. Қарапайым сөйлемдерді атаулы сөйлемдерге айналдыруды үйрендік. Енді сіздерге үй жұмысы, кесте бойынша атаулы сөйлем құраңдар. Зат есім, сын есім, есімдік. Яғни осы бойынша бірнеше атаулы сөйлемдер құрастырып келеміз.
Сонымен сабағымыз аяқталды. Рахмет.